Сәлем, озат оқушым, каналға тіркеліп алайық, иә? Бүгін бізде 98-ші сабақ сөйлеу әдебі. Бірінші жаттығу, мәтінді оқы. Кім ақылды деген мәтін берілген екен, оқып көрейік. Ерден мен Еркебұлан бірігіп жап-жақсы ойнап жүреді. Бір кезде көпір үстінде біріне бірі қарсы келіп қалды. Ерден: «Мен саған жол бермеймін» деп тұрып алды. Ал Еркебұлан: «Мен осыған бола ерегескім келмейді. Бұдан былай мен сенімен ойнамаймын» деді. Сөйтіп үйіне қарай жүре берді. Сонда екеуінің қайсы тапқыр ақылды болғаны деген мәтін екен, иә? Кім ақылды? Енді соны қарап ойлап көрейік. Ерден мен Еркебұланның қайсының ісі дұрыс деп ойлайсың, озат оқушым? Екеуі бірге жап-жақсы ойнап жүріп, көпірдің үстіне бір-біріне қарсы келіп қапты, иә? Содан Ерден тұрып алып, «Мен саған жол бермеймін» деп тұрып алған екен, иә? Ал Еркебұлан не істеген екен? «Мен сенімен ерегескім келмейді» деп, «Мен сенімен енді ойнамаймын» деп үйіне қарай кетіп қалған екен, иә, Еркебұлан? Сонда қайсыныкі дұрыс деп ойлайсың? Біреуі жол бермей тұрып алды, иә, қарсы келгенде. Ал екіншісі соған ренжіп, «Сенімен ерегескім келмейді» деп, «Енді сенімен ойнамаймын» деп үйіне кетіп қалды. Яғни бір-біріне сыпайы болып, екі дос бір-бірін құрметтеп, сыйлау керек екен, иә? Жол бермеймін деме, немесе жол беру керек. Егер жол бермеймін деп тұрса, оған ренжімей, «Жарайды, сен онда бірінші өт, мен сенен кейін өтем» деп айтса болар еді, иә? Екеуінікі де сәл дұрыс емес болып қалған екен. Келесі сұрақты оқып көрейік. Әдепті бала қандай болу керек деп ойлайсың? Әдепті бала сыйлайтын, иә, өзін сыйлайтын ең алдымен. Одан кейін дұрыс сөйлеу білетін, қырсықпай, әдепті болатын, тәртіпті, иә, жаман сөз айтпай, басқаларды ренжітпей, көңіліне қарап, үлкендерді сыйлап, құрметтеп, кішілерге ізеттілік көрсететін баланы әдепті бала дейміз, иә, озат оқушы? Осы мәтінде бізге осы мәтінді жазған автор не айтқысы келді? Қалай ойлайсың? Яғни дос болсаң, бір-біріңді сыйлап, бір-біріңе сенімді, сыйлы дос болған жақсы екен, иә? Ал бір ойынға бола тұра, немесе бір жағдайға бола тұра, бір-біріңе ренжіп, қарсыласуға болмайды екен, иә, нағыз достарға? Келесі сұрақта айтады: «Ал егер сенің басында досыңмен осындай жағдай болса, жол берер ме едің?» Әдептілік танытып, жол берген дұрыс болады екен, иә, нағыз достар? Келесі бізде екінші жаттығу, көшіріп жаз дейді. Бірнеше сөздер берілген, әдептілік сөздері. Соларды көшіріп жаз дейді. Рұқсат етіңіз, ренжімеңізші, мақұл, қалауыңыз білсін деген бірнеше ізеттілікті, әдептілікті білдіретін сөздер берілген екен. Осы сөздерді дәптеріңе қатесіз көшіріп жазып ала ғой. Келесі бізде үшінші жаттығу. Сөздер қоржынынан ізеттілікті білдіретін сөздерді ізде. Ізеттілікті білдіретін сөздердің біреуін қатыстырып, сөйлем құрап жаз дейді. Рахмет, оқасы жоқ, айып етпеңіз, кешіріңіз дейді. Осындай бірнеше ізеттілікті білдіретін сөздер берілген екен, иә? Осы сөздердің біреуін қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Қандай сөйлем құрап жазуға болады? Соны ойлап көрейік. Рахмет деген сөзге «Рахмет апай, бүгін сабақ өте жақсы өтті» деген сөйлем құрасақ болады екен, иә? Келесі оқасы жоқ деген ізеттілікті білдіретін сөзге «Оқасы жоқ досым, ертең де бірге доп ойнайық» деген сөйлем болады екен. Айып етпеңіз деген сөзге «Айып етпеңіз, сабаққа сәл кешігіп барамын». Кешіріңіз деген сөзге «Кешіріңіз, батырлар жайлы кітапты алсам бола ма?»
деген сұраулы сөйлем құрастырып жазсақ болады екен, иә, озат оқушым. Бұдан да басқа сөйлемдер жазуға болады осы ізеттілікті. Мінекей озат оқушым, осы ізеттілікті білетін 4 сөзге 4 түрлі сөйлем құрастырдық. Мысал ретінде осы 4 сөздің біреуіне ғана құрап жазсаң болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.